Мақтаарал ауданының тумасы, Азия чемпионының жеңімпазы. Ассалаумағалейкум. Біріншіден, менің есімім Тұрлыбай Ербай Нұржанұлы. Мен осы Мақтаарал ауданы Өнімкер ауылының тумасымын. Жасым 16-да. Осы 2024 жылы өткен Абу-Дабиде өткен Азия чемпионатының жеңімпазымын. Мен қазіргі таңда Шымкент қаласындағы Бекзат Саттархан спорт мектеп бөлімінің 11-ші класс оқу түлегімін. Жеңісті қол жеткізгенде қандай өзінде сезім болды? Мен бұл жарысқа барардан алдын Якутия мемлекетінде бізде Азия балалар ойыны өткен тұғын. Мен сол жарыста жартылай финалда өзбек боксшысына өз есемді жіберіп қойған болатынмын. Мен бұл жарысқа және Азия чемпионы болам деген мақсатта ғана емес, сол өзбек боксшынан өзімнің кеткен есемді қайтарам деген мақсатта бардым. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен өзімнің кеткен есемді қайтарып, Азия чемпионының атақталып қайттық. Біріншіден, әрбір спортшы өз елінің әнұранын ойнату, көк байрағын желбірету әркімге бір мақсат деп ойлаймын. Ол кезде қалай қуанышымды жеткізерін білдіре алмайсың. Бөлек сезімде боласың ол кезде. Алдағы мақсатың қалай? Не жоспарлап жатсың? Алдағы мақсатта әрбір спортшының арманы олимпиаданы бағындыру, әлемнің қазақ боксын әлемге таныту. Алла қаласа, сол үшін аянбай тер төгеміз, олимпиаданы бағындыру әрбір спортшының арманы. Рахмет. Осы қазақ елінің көк туын желбірете бер. Саған тек сәттілік, алға жетістіктер тілейміз. Рахмет.